Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен Айжан. Бүгін өте керемет және өте оңай, қолжетімді заттардан салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен барлық көкөністерді бірдей қарапайым түрде турап шығамыз. Колбасаның орнына тауық немесе сиыр еттерін қолдансаңыз болады, ал менде үйдегі бар затпен жасадым. Капустаның орнына салат жапырағын қолдансаңыздар да болады. Үш ас қасық горох және дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосамыз. Барлығын жақсылап бір келкі араластырып шығамыз. Сосын 3-4 ас қасық майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жылдам дайындалады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.